Мен сіздерге бірдеме көрсетейін. Жаңа ғана байқадым, міне бүйтіп отырған кезде қарынды көрдіңіз ба? Қалай болады? Іш тартсаңыз, бүйтіп көп отыра алмайсыз. Не үшін дейсіз? Өйткені мына таз ішке қарап тұр. Сол кезде мына тазыңызды алып артқа бүйтіңізші жай. Көрдіңіз бе? Ішіңіз кетіп қалады. Отырған кезде мінекей тазыңызды расслаблять етіп, бүйтіп артқа нетіп отырасыз. Алдыға жіберіңіз де қарныңыз шығып кетеді. Ол тұрғанда да солай. Мынау алдыға гиперлордоз болса, поясничный, қарныңыз шығып тұрады. Ал тазды алдыға нетсеңіз, кетіп қалады. Мінекей, осындай лайфхак сіздерге. Ол үшін мынау балшық еттерді алдыңғы воздушно-поясничный дейді, соны босату керек. Ішке бүйтіп тартып тұрмайтындай қылып. Наоборот, артқа мынау ягодичныйларды тонусқа келтіру керек.